Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз шайға тез дайындалатын пирог дайындайтын боламыз. Құрамына да көп затты қажет етпейді. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Сосын қантымызды салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Сосын айранымызды құямыз. Мен үйдің айранын қолдандым. Сіздер немесе ашып кеткен айранды да қолданып жүрсеңіздер болады. Сонда пирогтарыңыз өте жақсы көтерілетін болады. Сосын содамызды саламыз. Еліктен өткізілген ұнымыздың жарты бөлігін салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымыздың екінші бөлігін салып, оны да жақсылап араластырамыз. Жиырма 6 сантиметрлік формамыздың шеттерін, астын жақсылап сары маймен майлап аламыз да, ішіне тестамызды құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште сарғайғанша пісіріп алатын боламыз. Тестамызды құйып болғаннан кейін осылай формамызды шайқап-шайқап жібереміз. Сонда барлық шетіне бірдей болып, қамырымыз жайылатын болады. Осымен біздің пирогымыз дайын, өте жақсы көтерілді, дәмі де керемет. Кез келген кезде шайға дайындасаңыздар да болады. Барлықтарыңызға ас болсын.